Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде ахаббул а'мали илаллахи адуамуха ва инқал. Алла тағаланың алдында ең жақсы амалдардың бірі ол аз да болса тұрақты болған амал дейді. Аз да болса тұрақты болған амал. Енді осы хадистен екінші мағынаны шығарып көрейік. Күнәлардың ең жаманы осындай мағына шығады. Күнәлардың ең жаманы аз да болса тұрақты болған күнә деген мағына шығады. Неге? Себебі адам күнәні тұрақты түрде қайталап істей берген сайын күнә оған үйреншікті нәрсе болып қалады. Уақыт өте келе оның жүрегі қатаяды. Сөйтіп, ол күнә ары қарай тағы да басқа да күнәларға жетелейді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, жалпы мұсылман адам, намаз оқып жүрген адам, оразасын тұтып жүрген адам көбінесе күнәға бірден бармайды. Ол бірінші кіші күнәларды істейді. Бірақ соны тұрақты түрде істеп қайталап, соңында ол кіші күнәлар оны үлкен күнәларға жетелейді. Шайтан адамды осылай кіші күнәларды тұрақты жасаумен үлкен күнәларға итереді, үлкен күнәларға шақырады. Сол үшін де адам кішкентай күнәні болса да болмашы көрместен ол күнәні керісінше үлкен күнә көріп, ол күнәні тастауы керек. Және адамның күнәсін ұлғайтатын тағы бір нәрсе, бұл ғұламаларымыз айтады, истисғару зәмб деді. Яғни күнәні кішкентай күнә, болмашы күнә көру. Жалпы адам күнә істеген кезде күнәнің үлкендігіне, кішілігіне емес, кімнің алдында күнә жасап жатыр соған қарауы керек. Кімнің алдында күнә істеп жатыр? Саған рызық берген, саған бала-шаға берген, сенің пайдаң мен зияның, өлімің мен өмірің, бүкіл дүниең қолында болған, сен жаратушың болған, жұмақ пен тозақ қолында болған Алла тағаланың алдында күнә жасап жатсың. Сен жай адамның алдында, бір досыңның алдында күнә жасап жатқан жоқсың. Сенің жүрегіңдегі Алланы ұлықтау сезімі қанша күшейеді, соған жараса сенің кішкентай күнәларың өзі үлкен күнә болып көріне береді. Бұл адамның иманына байланысты. Сенің иманың қаншалықты артады, иманың қаншалықты күшейеді, сен соншалықты Алла тағаладан қорқасың, Алла тағаладан ұяласың. Сол үшін біреулер үшін болмашы болған нәрсе сен үшін үлкен күнә болып табылады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, адам күнәні қанша үлкен көрген сайын, ол күнә Алла тағаланың алдында кішірейе береді деді. Сен күнәні үлкен көрген сайын уайымдай бастайсың, қайғыра бастайсың, тәубе еткің келеді, ол күнәні жек көре бастайсың. Ал күнәні қанша аз көрсең, ол күнә Алла тағаланың алдында көбейе береді. Сауабың да тура сондай. Жақсы амал да тура сондай. Жақсы амалды сен қанша көп көресің, ол Алла тағаланың алдында азая береді. Және қанша аз көрсең, ол Алла тағаланың алдында көбейе береді. Адамдарға көмектес, мешіт сал, бағанағы жетім жесірлерге көмектес. Бірақ, Алла, менің бұл істеп жатқан нәрсем түк емес қой. Мен бүкіл дүниемді берсем де, мен онымен сенің жақсылығыңды маған жасаған шүкіршілігіңді өтей алмаймын деп, адам ұялған сайын, оның әлгі жасаған азғантай амалының өзі үлкейе береді. Ал керісінше, біреуге көмектесіп, бір жақсылық жасап қойып, бір керемет, үлкен амал жасап тастаған секілді көріп, періштелер маған жазылған сауапты жазып үлгере алмай жатқан шығар деп, бір сондай бір керемет бір ойда болып қалсаң, ол амалың керісінше Алла тағаланың алдында кішірейе береді. Күнә да тура сондай. Күнәні қанша үлкен көресің, сен жүрегіңдегі қорқыныш үлкейе береді. Қорқыныш үлкейген сайын сен тәубеге асығасың. Ал күнәні аз көрсең, болмашы көрсең, не ол болмашы күнә ғой дейтін болсаң, ол күнә саған үйреншікті нәрсе болып қалады. Ол күнәдан қашпайсың. Сен сол халде жүрген кезінде бір күні өлім періштесінің келгенін білмей қаласың. Ал Алла тағаланың алдына барғанда қарасаң,
ол үлкен күнә болып кеткен. Ол күнәлер Алла тағаланың алдында жазылып жатыр. Біреуді жамандап қоямыз, ғайбат айтып қоямыз, өсек айтып қоямыз, көз зинасына түсіп қаламыз. Құранда Алла субхана ва тағала ахсаху Аллаху ва насух, Алла тағала оны санап тізіп қойды, олар оны ұмытып кетті дейді. Алла субхана ва тағаланың алдында ол ұмытылған жоқ. Сіз ұрланып бір қызға қарадыңыз, Алла субхана ва тағаланың алдында ол ұмытылған жоқ, жазулы тұр. Сіз оны ұмытып кеттіңіз. Осылайша күнделікті біз күнәні істей береміз, болмашы күнә деп. Бірақ оның барлығы Алла тағаланың алдында жазылып жатыр. Қайсымыз сол үшін қиналып, сол үшін ұялып, Алла тағалаға тәубе етіп жатырмыз. Сол үшін де осы күнәні аз көру, болмашы көру деген нәрседен сақ болуымыз керек. Және тағы бір адамның күнәсін ұлғайтатын, азабын, жазасын ауырлататын істердің бірі, бұл істеген күнәңізге қуануыңыз, Және сол күнәні өзіңізге берілген бір шанс, берілген бір мүмкіндік деп білу. Мысалы, бір адам қуануы мүмкін. Түнде ұрлық жасайды. Оны ешкім білген жоқ. Ішінен қуанды, ой, керемет болды, жақсы өтті, ұсталып қалған жоқ. Негізі Алла субхана ва тағала оған тәубе етуге мүмкіндік беріп жатыр. Оны әшкере еткен жоқ бірден. Негізінде Алла тағала адамды бірден әшкере етпейді. Бірден масқара етпейді, масқараламайды бірден. Пендеге мүмкіндік береді. Али радиаллаху анхуге бір күні бір ұрыны ұстап алып келеді. Сонда әлгі ұры ісіне өкініп, кешіріңізші, мен бірінші мәрте істеп жатыр едім бұны, енді қайталамаймын деген кезде Али радиаллаху анху айтады, жоқ, сен бұл істі бірінші мәрте істеп жатқан жоқсың дейді. Алла тағала пендесін бірден жазалап, бірден оны әшкерелемейді. Алла субхана ва тағала пендеге мүмкіндік береді. Пендем тәубе етсін, ойланар, өкінер деп. Бірақ әлгі ақымақ пенде оны шанс деп ойлап жатыр. Бұл жол жақсы өтіп кетті, келесі жолда тура осылай болады. Келесі жолда ешкім білмейді, байқамайды деп. Әлгі пара алып жатқан қызметкер, ол да ойлайды, бәрі гладко өтті, яғни келесі жолы тағы да сұрайды. Одан кейін тағы да сұрайды. Бір күні ұсталған кезде өкінеді. Али радиаллаху анху айтты, жоқ, Алла тағала бірден әшкере етпейді құлын деді. Тәубе етуге мүмкіндік береді. Бірақ адам сол тәубе етуге берілген мүмкіндікті өзіне берілген сол күнәні жасауға тағы да бір мүмкіндік, тағы да бір шанс деп ойлайды. Бұның өзі ол күнәні ұлғайтады. Және сол күнәні жарнамалау, басқаға айту, бұл да сіздің күнәңіздің тағы да үлкеюіне себеп болады. Бұл әсіресе осы жастардың арасында осындай күнәләрді істеген кезде көбінесе болатын нәрсе. Бір-біріне мақтанады. Үлкен адамдарды, кейде үлкен кісілерді көріп жатасың. Кезінде істеген күнәләрін айтып мақтанып жатады. Біз кезінде өткен едік, колхоз аралайтын едік, совхоз аралайтын едік. Ана жерге барған кезде дастарханда не болады? Қазіргелерді түсінбеймін деп қанша адамдардан естіп жатасың. Бір стақан іші мас болып қалады, біз сол кезде бір жәшікті ішіп тастасақ та аяғымызда тұра беретін еді деп қой, бір өздерін бір батыр көріп, сол ғой, бағанағы литерлеп арақ ішкенін бір керемет іс көріп. Алла субхана ва тағала оны жасырып қойды, оны ешкім біліп жатқан жоқ сол жерде отырғандардың. Бірақ ол соны өзі мақтанып айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жария етушілердің басқасының күнәсі кешіріледі. Сол үшін де күнәні жария етуден адам сақтануы керек. Күнәні жария етуден, күнәмен мақтанудан, жасаған күнәңді бір керемет шанс, бір мүмкіндік болды деп ойлаудан сақ болу керек. Мысалы, біз көбінесе істеген күнәларымызға, я Алла кешіре көр, тәубе еттік дейміз. Бірақ тәубе деген не ол? Имам Хасан аль-Басри рахимахуллах айтады осы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ат-тәубату надам. Тәубе бұл өкіну деген кезде, өкіну деген сол істеген ісіңді есіңе алған кезде
жүрегің қиналып, жүрегіңнің жылауы, көзіңнен жас шығу деді. Қанша күнәларды істедік. Сол күнәларымызды ойлаған кезде жүрегіміз қиналып, жүрегіміз қанжылап, көзімізден жас шығып жатыр ма? Егер шынымен жас шықса, шынымен қиналсақ, онда иншалла Алла субхана ва тағала ол күнәларымызды кешіреді. Ал егер ондай болмайтын болса, бір ғалымның айтқан сөзі бар: біздің тәубелеріміздің өзі тәубені қажет етеді. Біздің тәубелеріміздің өзі тәубені қажет етеді. Неге? Өйткені көбінесе біздің тәубеміз тілмен болып қалады. Я Алла кешір, я Алла жасаған күнәларымды өзің жарылқа. Осындай сөздерді айтамыз, бірақ жүрегіміз қиналып жатқан жоқ. Ол үшін адам күнәнің ащы дәмін сезіне білу керек. Күнәні жек көруі керек. Сол кезде ол күнәні тастайды иншалла.